Өткен тақырыпты осындай ойын арқылы қайталатсаңыз, оқушы қызыға орындайтыны сөзсіз әрине. Олай болатын болса, осы ойынды қалай құрастыратынын білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін мұқият көріңіз. Аталған ойын Genially платформасында орындалады. Бұл платформамен қалай жұмыс істеу керек, қалай тіркелу керек, оны мен өткен видеода көрсеткен болатынмын. Ол видеоның сілтемесін описание бөліміне қалдырып кетемін. Алдымен геймификация бөліміне өтіп, викторина миллионеровты таңдайсыздар. Ашылған бетте используйте этот шаблон деп таңдайсыздар. Келесі бетте сіздерге дайын шаблон беріледі. Міне осы шаблонға сіздер тақырыптарыңызды, тапсырмаларыңызды, сұрақтарыңызды қойып, ойынды құрастыра аласыздар. Неге ашылды? Бірінші бетіне міне тақырыбын жазасыздар. Мен жазып қойдым, қиял мен шындық деп, 8 сыныпқа арналған тест тапсырмасы. Одан кейін бірінші бетінде мінекей тестті бастап дайындаймыз. Мына жерде ұпай сандар берілген. Бұл жерде мен жауаптарын жазып қойдым. Бұл жауапта біз білеміз right answer деген дұрыс жауап болады, ал wrong деген ол қате. Соны жоғары жағын басқан кезде бізде бет ашылады, яғни қай бетке өту керек. Мысалы, Роза Мұқанова деген дұрыс жауабыма, оны басқан кезде 4-ші бетке өтеді деп жазылып тұр. Ал егер оқушы қате жауапты таңдаған кезде бірден 3-ші бетке өтеді. Мінекей 3-ші бетте қате деп жазылып тұр. Ал дұрыс жауап берген жағдайда 4-ші бетке өтеді. Бұның барлығы осы бағдарламада дайындалып қойған шаблон, тек қана дайын түрінде өздеріңіз қолдана аласыздар. Енді мына жерде қараңыздар, ағылшын тілінде болды, ал мен бірінші бетін аударып қойғанмын ұпай деп. Соны көшіріп аласыздар. Көшіріп аласыздар да жаңағы 4-ші бетке қоясыздар. Неге? Одан кейін байқап отырған болсаңыздар, қай сұраққа өтті. Мысалы, егер бірінші сұраққа жауап беріп, дұрыс жауап беріп, келесі 200 ұпайға өтетін болса, оның барлығын сіздер сары жолақпен, сары түспен белгілеп қойсаңыздар болады. Мінекей, қазір мен сіздерге көрсетіп өтейін. Оқушы 100 ұпайдың сұрағына жауап берді делік. Олай болатын болса, белгілеп аласыздар да, сосын сары түсті таңдайсыздар. Келесі, мысалы, 200 ұпайдың сұрағына да жауап берді делік. Ал келген сұрағы ол 400 ұпайдың сұрағы. Оны біз белгілеп аламыз да, жоғарғы жақтағы құралдар панелінен ақ түсті таңдаймыз. Осылайша сіздер әр сұрақты белгілеп отырасыздар. Енді міне бір сұрақ құрастырып көрейік. Мына жерде мәңгілік бала бейне әңгімесіндегі Ләйланың бала күнгі жақын досы кім деген сұрақ. Д нұсқасында бізде right деп жазылып тұрды. Ол жерге дұрыс жауабын жазасыздар міне. Ал қалған 3 нұсқаға қате жауаптарды белгілейсіздер. Неге жазып қойдым? Осылайша бізде тест сұрағы дайын. Осы шаблон бойынша 10 тест сұрағы құрастырылды. Бұл тест сұрағының барлығын тапсырманы түгелімен описание бөліміне қалдыратын боламын. 8-ші сыныптың қиял мен шындық бөлімі бойынша дайын тест тапсырмасы. Сол жерден алып қолдана берсеңіздер болады. Тапсырманың барлығын орындап, сұрақтар жазып болғаннан кейін мінекей көрсетемін сіздерге қазір. Ең соңғы бетті көрсетейін. Мінекей сен жеңдің деп ұпай саны беріліп тұр. Енді біз оны тақырыбын жазып сақтаймыз. Мен өткен видеода да көрсеткен. Мінекей жазып қойдым. Қиял мен шындық деп, бұл біздің тестіміздің тақырыбы. Енді описание бөліміне бұл жерде қандай сұрақтар қамтылады, соны жазып қоямыз. 8-ші сыныптың қазақ тілі әдебиетінен қиял мен шындық бөлімі бойынша тест сұрақтары жазылған деп қойсаңыздар болады. Барлығын жазып болғаннан кейін сақтаймыз. Дайын болған ойынымызды көрейік. Мінекей бастау дейміз. Бірінші сұрақ. Сұраққа дұрыс жауап берген жағдайда келесі бетке бірден өтеді. Және жоғарыда байқасаңыздар, ұпай санымыз да көрсетіліп тұрады. Қай сұраққа өткенімізде. Осындай тапсырманы, қызықты ойынды сіздер де өз сабақтарыңызда қолдана аласыздар. Ал видеода дайын болған тапсырманың сілтемесін мен описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Каналыма тіркеліп, видеомен бөлісіп отырыңыздар.